Ақпараттық қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы отандастар қорының ұйымдастыруымен Киелі Қазақстан жобасы биыл 3-ші мәрте Шымкент қаласы Түркістан облысында өтіп жатыр. Негізінен өткен жылы Ақтау қаласында дәл осы шараны өткізген болатынбыз. 20 қандасымызды 8 мемлекеттен алып келіп, сол кезде Жас Қазақ халықаралық жастар ұйымының іргетасын қалаған едік. Бүгінгі таңда бір жыл уақыт өтті, жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы жылы Қазақстанға келіп білім алушы жас қандастардың басын қостық. Яғни бұл біздің екінші тобымыз десе де болады. Киелі Қазақстан жобасының негізгі мақсаты қандастарымызды Қазақстанның киелі жерлерімен таныстыру. Қанша көз сайттардан көрсін, интернеттен көрсе де, дәл осы киелі жерлерге келіп, оның ауасын сезініп, көзбен көру, ол өте ерекше әсер қалдырады. Сондықтан да осы жобаны біз 3-ші жыл қатарынан өткізіп келе жатырмыз. Осы жылы қаншалықты пандемия болса да, карантин режимдері сақталса да, бізде барлығы эпидемиялық санитарлық талаптар қатаң түрде сақталынды. Қонақ үйлерге тіркеу барысында барлық талаптар, жаңағындай ара қашықтық, міндетті түрде маска, әр қатысушыда антисептиктер барлығы толықтай қатаң түрде бақыланып отырды. Since the start, we made it to the other side. Come so far. Oh, we made it. Now my heart is racing. Through the fire, through the rain, we ran. So far from where we began. Oh, we made it. Feels good to say. Қандас жастармен болашаққа атты дөңгелек үстелімізді өткіздік. Онда осы арнайы шақырылған қонақтар, спикерлер өз тақырыптары бойынша мәселелерді көтерді. Екінші бөлімінде қандас жастар өзінде бар өзекті мәселелерді көтеріп, оларға толыққанды жауап алды. Кейбір мәселелерді біз өзімізге түртіп қойдық. Енді жұмысқа барған кезде осы мәселелермен ары қарай шешуге тырысатын боламыз. Since the start, we made it to the other side. Come so far. Oh, we made it. Now my heart is racing. Through the fire, through the rain, we ran. So far from where we began. Oh, we made it. It's good to say we made it. Дәл сол күні екінші жартысында біз осы Шымкент қаласының маңындағы киелі жерлерге саяхат жасаған болатынбыз. Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен Сайрам ауданындағы, яғни Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың ата-аналарына, Ибрахим ата кесенелеріне барып
осы қандастарымызды көрсеткен болатынбыз. Одан кейін Шымкент қаласындағы көрнекті әдемі жерлермен, парктермен көрсетіп, оларға осы Шымкенттің шынымен де әсем қала екендігіне көз жеткізген болатынбыз. Жобаның негізгі күні болып есептелінеді. Бұл күні біз таңғы 8-ден бастап осы Түркістан облысындағы киелі жерлеріне бардық. Яғни ол біріншіден Арыстан-баб, көне отырар қалашығы, одан кейін әлемге әйгілі десек болады, ЮНЕСКО-ның тізіміне ерекше қорғауындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, осы қандастарымызды өзінің тарихи отанының ерекше тарихтарымен таныстырдық. Келіп білім алып жатқан жастармен тығыз қарым-қатынаста болу үшін, олармен жұмысты жандандыру үшін осылай мақсат қойған болатынбыз. Олардың миграциялық, медициналық проблемаларын тыңдап, және олардың осы мәдени өміріне, іс-шараларға белсене қатысуына жақсы бір серпіліс болды деп ойлаймын осы басқосу. Алдағы уақытта отандастар қорымен, Жас Қазақ жастар ұйымымен бірігіп, барлық облыстарда, барлық жоғары оқу орындарда осы жұмыстарды жандандыратын боламыз.